Мен осы жасқа келгенше бір сұрақтың жауабын таба алмай келген болатынмын. Ол сұрақ, мынау қыз бала өсіп бойжеткеннен кейін өзінің бақытын іздеп, арманын іздеп, қырым бақытай ма, көз көрмеген, құлақ естімеген бір жаққа кетіп отырады. Бұл ненің күші, бұл ненің құдіреті? Әке шешесін тастайды, анасын тастайды, мектеп, оқыған жер бәрі ағайын туған қалады. Бұл не деген көзсіз батырлық деп ойлаушы едім. Соны жағында ақын Мұхтар Шахановтың бір өлеңін оқыдым да, сол сұрағыма жауап тапқандай болдым. Сіздердің де көңілдеріңізде жүрген сұрақ болуы мүмкін. Енді осы тақырыпқа да бір ұлы тақырып, осыған бір соға кетейік. Қартаң әйел жұмысыма іздеп келіп жылады. Мұны Мұхтар Шаханов айтып отыр. Қартаң әйел жұмысыма іздеп келіп жылады. Жалғыз қызым бар еді айнам, өмірімнің шынары. Еркелеттім, өмірімді желкен еттім жолыма. Тек сол күйсін, сол ішін деп, тек сол толсын, сол болсын деп, еш нәрсені аяғам жоқ, бәрін бердім қолына. Қызым сұлу бой түзеді жайдары, бой түзеді көз жауынат қызғалдақтай майдағы, алды болды құрбысының бір көскен. Үмітіме бақ пен қайғы, қалай қатармын кескен. Бекер жіберіппін еркіне, ерте түсіп қалдау деймін албырт сезім дертіне. Бақыт дедім мен қандай, қашан қызым жолыққанша махаббаттың дертіне. Күзетшімін бұл күнде есік торған, туарайым тумай қалды оңынан. 3 жыл болды, бұйрабас бір әртістің сорлы қызым жүгіріп соңынан. Ал ол иттің бұл қорлыққа қараш, бар әйелі, баласы, үйленуге қайдан келсін шамасы. Қызым соны білмейді ме? Біле тұра селк етпейді жүрегі. Нелер сұлу жігіттерді төредей мазақ етіп кетпеді ме елемей. Бұл не қылған? Көлден табар бақытты, шөлден іздеп жаңылыстан шөлегей. Десем дағы бақыт алда, жол алда, адасқанның кейпіндемін боранда. Ал ол үшін бұйрабастан әртістен артық жан жоқ қаламда. Тек соны ойлап берілет арманға, тек соны ойлап жылай дейді қалғанда. Содан кейін жымият, менен асқан бақытты адам жоқ деп жалғанда. Амал бар ма талғанға? Кешір қалқам сырласымдай бұрынғы, ұялмастан саған айттым сырымды. Сен ерекше сыйлы жансың қызыма, сыйлайтыны жатқа оқиды жырыңды. Өзің аян, қыз көңілі гүл нәзік, жеңе алмаспыз өр мінезбен ұрдажық. Өтінемін сол бақытсыз сорлыға қол ұшын бер, ой саларлық жыр жазып. Деді дағы шығып кетті қоштасып, үнсіз қалдым ойым мұңмен астасып, көз алдымнан кетпей қойды қартана, кетпей қойды көз алдымнан жас ғашық. Өлке даңқын артқан мынау арқада, әлі күнге түспей келген қартаға, бұлттан биік заңғараз ба? Сұрақ қойған таңдараз ба? Жазылмаған заңдараз ба? Ал мейлімше, ғашық жүрек өз тағдырын өзі ғана шешеді. Бұзалмайды мұны жұттың өсегі. Бұған дәлел құдіретті Естаяны кешегі. Өлетіғын сәт жеткенде әппен меңдеп кеседі, Естаяқын жақын досын шақырып ап, бұлай депті деседі. Ей, Нұрлыбек өренім, 72 жасымда тұзағына іліндірді мен өлім. Тулаға мен амал қанша көнемін, тірлігімде ас тозбабен қол үшін, өлген соңда керек боп тұр көмегім. Дәл өзіңде қайдан ұқсын қайғым деді. Ғашық көңіл мәңгі жасыл айдың көл, ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір. Ал қалғаны жай күндер. Көл мен көлдей, тау мен таудай тілдесе, белдесуге талап қылдым мен неше. 51 жыл ғашық болдым қорланға. 51 жыл өмір сүрдім ендеше. Дүниенің өзге бақыт шаттығын менсінбеген менің мұңым тәтті мұң. Тәтті мейне. 18-ге ой салып, 25-ті шаттандырса қарттығым. Әттең шіркін қоса алмадым, сорым ба? Заман жылан жатып алды жолымда. Бірақ менің бақытымда бағымда, қорлан берген алтын жүзік жарқылдап, 51 жыл сәуле шашты қолымда. Өр толқынға қарсы жүзген өргеме мен болыппын. Охо, қандай мәртебе. Бұл жүзікке 51 жыл әйелім қызғанышпен қарап келді өртеме. Десек дағы ел дәстүрі ергесін, қарттарға ескерт, қартыласы көрмесін. Қорланымның көзі болған жүзікті өтінемін, өзіммен бір жерлесін. Серт пен сөзге ұмытшақтау өлкеде ғашық болып өлу қандай мәртебе. Тірлігімде шабыт берген бұл жүзік жарық беріп жатсын маған көрдеді. Әне солай қайсар ақын көз жұмды. Шаршатпаған арман шіркін арман ба? Бұл туралы айтқан кезде қорланға, егер олай етпесе естай болама, естай болама. Онсыздағы жаны сұлу балаңа, сұлу өлім сыйлапсың ау жер ана. Деп жылапты кемпір байғұс еңкілдеп. Ақ жаулығы ай нұрымен желпілдеп.
Нағыз ғашық қарттығыңа көнер ме? Қорлан өзі кейінірек қылтамақтан өлерде, әжімді жүзі қуарып түнеріп, күйеуін сыртқа шығарып жіберіп, ақбалап қосып, делебесі де бой жетіп қалған немересіне Естайдың әнін салдырып, жанарын шоқтай жандырып, бақыттымын, бақыттымын депті де, көз жұмыпты мәңгілік. Ғашық жүрек сүйген үшін бола алмайды жазалы. Адам асса, ғашықтықтың жоқтығынан азады. Ғашық жыры тіршіліктің көкейкесті өлеңі, ешбір геометриямен өлшенбейтін көлемі. Ғашық болу келсегімнің қолынан, әлем соған сенеді. Ғашық болу ерлікпен тең себебі. Апатай-ау, бағанаға апайға қайтып ораламыз. Апатай-ау, онда неге ғашықтарды итереміз қақпанға? Табанның бір жоқтардан, көңілінің күні жоқтардан, жұрт онсыз да зардап шегіп жатқанда. Апатай-ау, қызым батты күнәға деп қамығып жылама. Мүмкін жолы сәтсіз шығар, бірақ сүю бақыты кез келгенге тартылмайтын сыбаға. Апатай-ау, сезіміңді жасытпа, нағыз бақыт жақында емес қашықта. Қашықтықты жеңе білу мықтылық. Келенші орнымыздан тік тұрып, тосайтайық дәл осындай жол таңдаған ғашыққа. Аспаны ашық болсын деп, сәулесін алысқа шашып қалсын деп, өлім де бөле алмайтұғын ғашық болсын деп. Адамдар оларды соттауға асықпасын деп.